Ассалаумағалейкум баршаңызға. Менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгіні басып, каналға тіркеліп өтіңіздер. Әр шыққан видеоға пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Бүгін біз ас үйіміздегі қолданыста жүрген осындай ас үйімізде дастархан сүретін трәпкілерді, болмаса ыдыс жуатын трәпкілерді осындай оңай жолмен 3 сатпен кетіреміз. Бізге ең керегі осындай табаққа, яғни қандай табақ көлемі болса да үлкендеу табаққа суды құйып, газ плитасының үстіне қойып, астын қатты отқа қоямыз. Қатты отқа қойғаннан кейін біздің жаңа табақтағы суымыз толықтай қайнап бастағанда дәл осылай жарты алқынды кір сабынымызды саламыз. Содан соң бізге хозяйственный мыло үй жағдайындағы және де белесіне осындай 1-1,5 қасық керек. Оны табақтың ішіне құйып, 1-1,5 қасық хозяйственный мыламызды құйып, толықтай табақты қайнатамыз. Табақтағы су, жаңа құйған алқынды кір сабынымыз бәрі еріп осылай қайнайды. Қайнағаннан соң жаңағы лас ас үйдегі трәпкілерімізді, ыдыс жуатын трәпкілерімізді барлығын осылай табаққа салып, оны қасықпен бастырып, толықтай айналасын бәрін бастырып, міне губкамызды бәрін бастырып, бір айналдырып басып, бетін жауып қайнатамыз. Бетін жауып қайнатқаннан соң осындай трәпкінің бойындағы лас дақтары, лас кірлері дәл осылай шығады. Су дәл осылай ластанады. Ластанған соң трәпкінің өзгерісін, реакциясын былай айтқанда байқаймыз. Содан соң трәпкіні судан алып, осылай қанжылым суға қолымызбен ысқылап жуып аламыз. Ысқылап жуғаннан соң сізге жаңағы судың ластығын көрсетейін. Міне су осылай дәл осылай ластық болады қайнаған соң. Трәпкіні осылай қанжылым суға салып, жаңағы үй жағдайына хозяйственный мыламен толықтай қолымызбен көпіртіп жуып аламыз. Және далаға кептіріп болған соң осылай трәпкіміз жаңа күйге еніп, өзінің бұрынғы қалпына, жаңа қалпына қайтып енеді. Менің каналымдағы әр шыққан видеоны бағалап, каналға тіркеліп өзіңіз жеке пікіріңізді қалдыра өтіңіз.